Биылғы жылы балалар мен жасөспірімдердің демалысын сауықтырылуын және еңбекпен қамтылуын сапалы ұйымдастыру мақсатында Қазақстан Республикасының премьер-министрі ағымдағы жылдың 11 мамырында арнайы үкім шығарған болатын. Жергілікті атқарушы билік өкілдері бекітілген үкімге сай 187.029 оқушыны жазғы демалыс кезіндегі барлық іс-шаралармен толық қамту туралы шешім қабылдады. Оның ішінде 87%, 162.622 оқушы жазғы сауықтыру және демалыс орындарында, 57.6%, 107.675 оқушы еңбек және демалу орталықтарына жіберілді. 10 сауықтыру лагерінде биыл жоспарланған 7410 оқушының қазіргі уақытта 80% қамтылып отыр. Және осы қалған алдағы күндерде бір-екі апта көлемінде толық жұмысты аяқтау жоспарланған. Сонымен қатар мектеп жанындағы тамақ ішуді ұйымдастыратын 369 демалыс алаңдарында биылғы жылы жалпы 32.534 бала қамтылып демалып шықты. Аймақта 10 лагерь бар. Олардың 6-ы мемлекеттік. Оның ішінде бір лагерь сенімгерлік басқаруға берілген. Ал 4-еуі мемлекеттік емес балалар лагері. Олар Жамбыл, Жуалы, Байзақ, Қордай, Меркі, Тұрар Рысқұлов, Сарысу аудандарында орналасқан. Білім бөлімінің мәліметінше, шаһар сыртындағы лагерде 12 күн демалудың құны 15 пен 45 мың теңге аралығын құрайды. Ал Бәйтерек жазғы сауықтыру лагерінде бір жолдама 30 мың теңге тұрады екен. 10 күнге өшірге путевка алса, біз даже көбінесе скидка жасаймыз. Бізде балалар көп болғанда біз количествомен аламыз да, например, даже көп ата-аналар келеді, біздің қаражатымыз жетпейді. Бізге, например, біздің путевка 10 күнге 30 мың теңге. Бірақ балалар осы жерде көбірек болсын деп, біз даже 10 емес 15 мың теңгеге де береміз, 20 мың теңгеге де береміз. Сондай-ақ Бәйтерек жазғы сауықтыру орталығында әр аудандардан 12 күн сайын 100-ге жуық демалушылар келеді. Және Сарымолдаев номері 1 балалар үйінің 146 тәрбиеленушісі 15 маусымнан бері осы сауықтыру алаңында демалуда. Лагерде барлық қауіпсіздік ережелері сақталып, әрбір бала тәрбиешінің жіті назарында. Лагерь ұнайды, күніне 5 мезгіл тамақ, бассейн 2 мезгіл. Сын кешке қарай мероприятие жарыстар болады отряд бойынша. Бізге кешке қарай концерт пен кино болады. Кино болмаса дискотека болады. Жазғы сауықтыру лагерінен бөлек биылғы каникулда тамақ ішуді ұйымдастырмайтын 426 демалыс алаңында 113.267 бала, республикалық сауықтыру орталықтарында 124 бала, ата-аналар мен демеушілер есебінен 9.287 бала толық қамтылатын болады. Жансұлу Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, 7-7 News.